Бәріңе сәлем достар. Бүгін мен сіздерге 1994 жылы шыққан Норт атты фильмнің қысқаша нұсқасын айтатын боламын. Ерлі-зайыптылар түскі ас үстелінде ұрысып жатып, өзінің 11 жасар ұлы Нортқа мүлдем назар аудармайды. Бала ата-анасының назарын аударуға тырысады, бірақ оның қолынан ештеңе келмейді. Норттың жүрегі ауырады, ата-аналары оның мінсіз өмірін бұзды. Сабақта ол барлық сұрақтардың жауабын білетін, өте жақсы спортшы болатын, ал театр үшін сценарий жазып және оны өзі орындады. Осы жыл өте жақсы болды, бірақ Норттың ата-анасы мұны мүлдем бағаламады. Олар тек өз істері мен проблемалары туралы айтуды жалғастыруда. Ақыр соңында олар салғыласуды тоқтатқанда, Норттың мектеп бұзақысы туралы шағымын айтуға мүмкіндік болды. Бірақ әкесі тағы да аузын ашқанда, Норттың жүрегі тоқтап қала жаздады. Ата-аналардың осындай қарым-қатынасы оның мектептегі жетістіктеріне әсер ете бастады. Ол пайдасыз жобалар жасай бастады. Сценарийдегі сөздерді ұмытты. Бейсболдан командаға зиян келтірді. Неге оны ата-анасы бағаламайды деп ол ойлана бастады. Маусымның ең құнды ойыншысы алаңнан шығып, өзінің жасырын баспанасына аттанды. Ол орталық ойын-сауық кешені болды. Норт былғары креслоға отырып, әке-шешесі оны неге ұнатпайды деп ойланды. Сол сәтте оған қызғылт қоян келді. Оның жұмысында үзіліс болды, және оған баланың тарихын есту қызық тудырды. Бала сәбізді кеміріп жатқан қоянға ата-анасының өзімшіл екеніне шағымданады. Олар оның қаншалықты дарынды екенін түсінбейді. Басқа ата-аналар болса, оны әрқашан балаларына үлгі тұтады. Комната Норта всегда чистая. Норт всегда смотрит по сторонам. Норт никогда не перебивает аппетит. Қоян күліп, көптеген балаларды ата-аналары бағаламайды, бірақ мұнымен ештеңе істей алмайсың деді. Өз жұмысына оралмас бұрын, қоян жігітке үйіне барып, ата-анасымен татуласуға кеңес береді. Бірақ Норт ойланып, мектеп газетінің редакторы Уинчелге кеңес алуға барады. Олар бірігіп, біздің кейіпкерге тез арада жаңа ата-ана табу керек деп шешті. Бірақ Норт әуелі өзінің соңғы мүмкіндігін беруге шешім қабылдады. Ол анасына қоңырау шалды, бірақ ол бос емес еді. Тіпті тұтқасында алмады. Әкесі қоңырауға жауап берді, бірақ бәрібір тыңдамай, әңгімені кешкі асқа қалдырды. Норт отбасын ауыстыру ниетін нығайтты. Ал Уинчел бұл жаңалықты газетке басып шығарып үлгерді. Іскер бала сондай-ақ Нортқа заңгер Артур Беллті жалдауға кеңес берді. Адвокат баланы өзі тапты. Норт өзінің жаңа идеясы туралы басқаларға айтуға бел буды. Бұл бірден өз жемісін берді. Балалар ата-аналарымен сенімді қарым-қатынас жасай бастады. Тіпті Артур Беллті жалдаймыз деп қорқытып отырды. Ал Норттың ата-анасы бұл жаңалыққа шошынып қалғаны соншалық, тіпті күйзеліске ұшырады. Енді журналистер Нортты тыныштыққа бір сәтке де қалдырмады. Ал адвокаттың кеңесімен ол тіпті сабақта да жауап беруден бас тартты. Сот күні келді. Әке-шешесі әлі де күйзелістен шықпады. Судья тура сот кезінде ұйықтап жатқан ата-аналар Норт сияқты керемет ұлы болуға лайық емес деп шешті. Ол талапкердің пайдасына орай үкім шығарды. Норт енді еркін адам. Алайда балаға оқу жылы басталғанға дейін жаңа ата-аналар табу керек деген шарттар қойылды. Ал талаптар орындалмаса, ол өз үйіне қайтуына тура келеді. Бірақ егер мерзімнің соңына қарай ол жаңа ата-ана таба алмаса, онда Норт жетімдер үйіне жіберіледі. Жаңа ата-аналар телефон желілеріне үздіксіз қоңырау шалуда, ал заңгер хаттарға толы мүшекті алып келді. Норт әлемнің кез келген жеріне бара алады, бірақ оған жаңа отбасыны мұқият таңдауы керек. Бірінші аялдама Техас. Әуежайда оны мүйізді автокөлікпен жұп қарсы алды. Бай техастықтардың лимузині де сондай-ақ мүйізді болып шықты. Олар ең үлкен және ең жақсысын таңдағанды жақсы көреді. Сондықтан олар Нортты таңдады. Өйткені ол әлемдегі ең жақсы бала. Оларға үлкен аумақтар, мұнай мұнаралары мен бейсбол командасы тиесілі. Кенет Норт сауда орталығындағы жігітті көрді. Тек осында ол қоян емес еді. Пасхальным зайчиком. Осторожнее, сынок. Гэби убивал людей за меньшее. Дәмді асханаға ауысамыз. Нортқа тамақтың үлкен бөліктерін салды. Оны мұнда үнемі тамақтандырады. Техастықтар ең үлкен және ең жақсыны жақсы көреді. Норт ең жақсы бала, енді оны ең үлкені ету қалды. Сонда ол техастықтардың ең үлкен баласы баққа ұқсайтын болады.
Ол қарапайым адам бір айда жейтін тамағын бір күнде жеген. Бір өкініштісі, ол сиыр астына тапталып қаза тапты. Норт мұңайды, оның ойларын естуге ковбой келді. Балаға бұл отбасының алғашқы ұлының көлеңкесінде өмір сүрген ұнамайды. Ол өзін біреумен салыстырғанын да қаламайды. Сондықтан одан әрі жаңа ата-аналарды іздеуге баруы керек. Қоштасу кезінде ковбой балаға оқ атылған монетаны сыйлады. Сол уақытта Уинчел ата-аналарға қарсы кампания құрды. Ол енді ата-аналарына бағынғысы келмейтін балаларды біріктірді. Олардың мүддесін Артур Белт қорғайды. Норт Гавайиге келді. Оған бұл жерде патша сияқты қарады. Өйткені ол губернатордың баласы бола алады. Норт күні бойы көңіл көтереді. Сондай-ақ ол кез келген университетке оңай түсе алатынын білді. Себебі олардың әліпбилерінде бар болғаны 12 әріп бар. Және олардың арасында B, C, D, F әріптері жоқ. Демек ол әрдайым тек A алатын болады. Яғни ең жоғары балл. Гавайдың жері өте құнарлы. Мұнда тек бір ғана нәрсе құнарлы емес, ол губернатордың әйелі. Сондықтан Норт олардың алғашқы баласы болады деп үміттенеді. Кешке губернатор баланы туристер мен аралдың тұрғындарына таныстырады. Ол Нортты штаттың символына айналады деп үміттенеді. Сол сәтте плакат шешілді. Онда Норттың жалаңаш суреті бейнеленген. Мұндай жарнама әрбір әуежайда және әрбір тас жолында болады. Жергілікті тұрғындарға олардың штаттарын шын мәнінде қабылдамай, туристердің тек демалысқа ғана келетіні ұнамайды. Ал егер Норт осында тұрса, онда қалған америкалықтар да Гавайиге қоныстанатын болады. Бірақ Норт өзі тыр жалаңаш бейнесімен сауда жасағысы келмейді. Демек, губернатор оны жай ғана пайдаланғысы келді. Жағажайда Норт тағы да жұмбақ жігітпен кездесті. Бұл жолы ол металл іздеуші турист болды. Және ол ата-аналар баланы пайдаланбау керек, керісінше қуаныш сыйлауы керек деп санады. Сондықтан көп ойланбастан Норт суық Аляскаға аттанды. Ал балалар ата-аналарына шантаж жасаумен айналысуды жалғастыруда. Бұдан былай ересектерге баласыз 16-ға дейінгі фильмдерге көруге тыйым салынды. Ата-аналардың 70% балалары көрсеткен адамға дауыс беруге дайын болды. Демек, адвокаттың өзі президент бола алуы әбден мүмкін. Нортқа Аляска ұнады, әдемі, әрі ауасы да таза. Эскимостар тұқымдасы технологиялық икемдермен өмір сүреді. Ата-анасы Нортты эскимостармен тамақтандырады. Олар тура креслода отырып балық аулайды. Аляскадағы ең үздік Рождество өтеді. Мұнда күн айларға созылады, сондықтан сыйлықтар 3 апта бойы ашылатын болды. Сонда оның не кемшілігі бар деп ойлады бала. Олар жоқ болды. Отбасы Норттың арманына жетуі үшін керек нәрсенің бәрін істеуге дайын болды. Бірақ осыдан кейін эскимостар бір жерге барып, өздерімен бірге атасын шақырды. Эскимоздар қартайғанда немесе әлсіз болғанда, яғни қоғам үшін пайдасыз болғанда, оны мұхитқа апарады. Онда ол мұз үстінде жүзіп, мұхиттың ортасына дейін жетіп, сол жерде жалғыз өлетін болады. Клянусь тебе, Норт. Дедушка хочет этого так же, как и все мы. Верно, дедушка? Конечно. Жду с нетерпением. Норт атамен сөйлесу уақыты шекті екенін түсінді. Ол жол бойы қарт өзіне айтқан сөздердің бәрін мұқият тыңдады. Қарттардан құтылу ағынға бағытталған. Кейбіреулерге қолайлы мұз беріледі, ал эскимостың атасының табуреті ғана болды. Если в течение 2 недель политика насчет стариков изменится, найдите меня. Бұл жолы сауда орталығындағы жігіт жылқы жегуді басқарды. Бала тіпті ата-анасында мұндай жабайылықты көрмеген. Олар керісінше қартты асырап бағушы еді. Жалпы бұл ата-аналар оған ұнамады. Норт әуежайға асықты. Әке-шешесі оған 2 ай бойы қоңырау шалмаған. Бірақ олар шынымен де ештеңе істемеген. Өйткені ерлі-зайыптылар 72 күн бойы комадан шықпаған. Медициналық ғажайып ретінде оларды университеттердің біріне орналастырды. Уинчел Нортқа жаңа ата-аналарды іздеуге бөлінген. Келесі 8 күн бойы оның нағыз ата-анасы оянбас үшін қолынан келгенін бәрін жасайды. Норттың келесі аялдамасы жамағат болды. Оның 3 әулетті ағасы да Изакилами деп аталады. Норт ұзақ ойланбады. Взлетаем. Норт тек штаттармен ғана шектелмей Қытайға аттанды. Онда ол жаңа Норттар әулетінің негізін қалауы мүмкін.
бірақ императорлық шаш үлгісі баланы қалу туралы ойынан айырды. Әрине, Заирде барлығы лианмен жүреді, ал әйелдер жартылай тыржалаңаш жүреді. Норт өзінің африкалық анасының кеудесіне қарады да, мұндай сәнмен оқуын тастап кетеді деп ойлады. Францияда барлығы берет киеді, ішеді, темекі шегеді және күні бойы ақмақ комедияларды тамашалайды. Мерзімнің аяқталуына 3 күн қалғанда Норт жаңа ата-анасының соңғы жұбымен кездеседі. Бұл тамаша отбасы болды. Мейірімді ана мен әке, 2 бала және иттері де бар. Осы уақытта мыңдаған ашулы ата-аналар дауыс берушілердің жасын 7 жасқа дейін төмендетуге қарсы дауыс береді. Норттың ата-анасы баяу жандана бастады. Біраз уақыттан кейін олар біржола оянып, балаларының қайда екенін сұрады. Уинчелдің айтуы бойынша оларды баласына апаруға уәде береді. Алдарынан өздеріне ұқсас клоундар шықты. Бәрі де Ксерокс операциясына сәйкес болуы тиіс. Норт аулада Нельсондармен ойнайды. Балалар оны қалуға көндіреді, ал оның нағыз ата-аналары кешірім сұрап, бейнебаян жазуда болды. Уинчел оларды өңдеп, егер Норт қайтып келмесе, онда олар басқа баланы асырап алуы мүмкін дейді. Олар өздеріне ешқандай бала керек емес, оларға Норт керек деп жауап береді. Бұл сөздерде бейнеге жазылды. Нельсондардың үйінде кешкі ойын-сауықта Громила оларға Нортқа арналған кассетаны әкелді. Бірақ ол бейненің үстінен монтажерлар жұмыс істеп үлгеріпті. Анасы мен әкесі өз ұлын көргісі келмейді. Демек, Норт Нельсондармен бірге қалады деген сөз. Енді ол сүйікті отбасын тапса да, бірдеңе дұрыс болмады. Сол себепті Норт жалғыз қалып, бәрін жақсы ойластыруға бел буды. Нельсондармен қоштасып, ол Нью-Йоркке барды. Оны баспанаға жібермеу үшін ол жұрттың ішінде жоғалып кетуге тырысады. Уинчел зұлымдық жоспар ойлап тапты. Ол өзінің саяси қозғалысын күшейту үшін Нортты өлтірмек. Оның рөлін Уинчел жалдаған ата-ана ойнайтын болады. Ол Нортты атып өлтіруге тырысты, бірақ жігіт қашып кете алды. Нортты саябақта оның сыныптасы адам күтеді. Ол шынайы жазбасы бар кассетаны бала шындықты білсін деп берді. Адам оған көмектеседі, себебі Уинчел тым алысқа кетті. Ал Норт оған әрдайым жақсылық тілейтін. Жалдамалы адам Нортты тағы да аңдып, оқ жаудырды. Жігіт жүк көлігімен қашып кетті. Жалдамалы адам Норттың қанға толған кепкасын тапты. Бірақ шын мәнінде ол қораптарда тасымалданған борыш болды. Норт мейрамханалардың ішінде тап болды. Онда комик кейіпінде оның ескі танысы қоян өнер көрсетті. Сөз сөйленгеннен кейін ол өзінің жаңа бейнемагнитофонын сынамақшы болды. Норт ата-аналары оларға тағы бір мүмкіндік беруді сұрап отырған жазбаны қарады. Ақыр соңында ол бүкіл әлемді аралап, бірақ қолайлы ата-ана таба алмағандықтан мәселе өзінде екенін түсінді. Бұл жөнінде қоян бір сөзді еске алды. Синица в руке всегда зеленее травы под ногами твоего соседа. Әуежайға дейін қашықтық тым ұзаққа созылды. Сондықтан жігіт оны жеткізіп салуды ұсынды. Бірақ онда Нортқа билеті сатудан бас тартады. Себебі мақалада оның өлгені туралы жазылған. Жолаушылар үрейленуі мүмкін. Сол сәтте оны әлдебір балалар көрді. Олар Норттың үйге келе жатқанын түсінді. Демек ол барлық жоспарды бүлдіріп алуы мүмкін. Қуғын сүргін басталды. Оны почта қызметінің қызметкері құтқарып қалды. Әрине, ол қоян болып шықты. Ол Нортқа сәлемдеме түрінде үйіне кіруіне көмектесуге дайын болды. Осы кезде жалдамалы адам борыш деген не екенін және баланың кепкасына жағылған дәл сол нәрсе екенін түсінді. Сәлемдеме Норттың үйіне жеткізілді, бірақ оны Уинчел күтіп тұрды. Ол Нортқа оның ата-анасы сауда орталығында күтіп тұрғанын айтты. Оның 6 минуты ғана қалды. Норт барлық күшімен асықты. Ата-анасы да онымен кездесуге асық болды. Жиһаз бөлімінде олар бір-бірін көрді. Бірақ сол жерде жалдамалы адам да отырды. Ол отбасыға тапанша бағыттап, оларға оқ атты. Сол кезде Норт оянды. Ол жай ғана ыңғайлы креслода ұйықтап қалған екен. Осының бәрі түс болды. Бірақ шынайы өмірде де қоян өз көмегін көрсетіп, үйіне дейін жеткізіп салды. Бала өзінің қалтасынан ортасы тесік атылған монетаны тапты. Қоштасу кезінде ер адам Нортқа үйден артық орын жоқ екенін еске салды. Ата-анасы ұлын құшақтады. Олар күні бойы мазасызданып, оны іздеген.
Өйткені олар Нортты өте қатты жақсы көреді. Осымен фильм аяқталды достар. Сіздермен болған кино шолу арнасы келесіде кездескенше.